Саламатсыздар ма? Мен Сәрсенова Руна Еркебұланқызы, Шалқар қаласы 1-ші мектеп гимназиясының 9-ші сынып білім алушысымын. Менің өлкем номинациялары бойынша Шұбат Шалқар өңірінің ұлттық бренді тақырыбында өз жобамды сіздерге ұсынамын. Шұбат денсаулық кепілі, табиғат сыйлаған, дәруменге өте бай табиғи емдік сусын. Қазақ халқы үшін қасиетті түлік. Көшпелі өмірде Шалқар түйе шаруашылығына қолайлы мекен. Шалқарда түйе өсіруден басқа, оның сүтін пайдалану жақсы дамыған. Түйенің сүтін қыста, жазда, ауырған кезде, күш-қуат қажет кезде қолданған. Шалқардың шұбаты табиғатпен үндесіп қалғандай. Шалқардың шұбаты шипан тұнған, табиғатпен үндескен дәмсір қылған. Аруанадай аты мүшһүр бұл өлке, шұбатымен даңқалысқа жыр қылған. Осындай өлең жолдарымен артымдағы түйе шаруашылығын көрсете аламын. Шұбат дайындау түйені сауудан басталады. Түйе күніне 2-3 рет сауылады. Кейін түйенің сүтін белгілі бір температурада жылы таза күйінде ашытуға жіберіледі. Шалқар бұрыннан көшпелі өлке, сол заманнан бері түйені пайдалану қалыптасқан және әлі күнге дейін қалыптасып келеді. Түйенің пайдасы өте жоғары. Оның етін қыста азық ретінде пайдаланған, сүтін емдік сусын ретінде қолданған. Бүгін сіздің шаруа қожалығыңызбен таныстық. Енді сізге бірнеше сұрақтар қоя кетсем, осы түйе шаруашылығымен қанша жастан бастап айналысасыз және несімен қызықтырды сізді? Дұрыс, бұл енді біз балалық шағымызда аяққұм деген мынау сосын жаңағы жылқы сәндікке, түйе көрнекілікке, қой байлыққа дейді ғой. Сол мынау бұның ең оңайы түнде бұлар күйіс қайтарып өзімен өзі жатады. Күндізгі уақытта даладан өзінің қорегін алып келеді. Бізге ең қажеттілігі жеңілі. Бұл осы төртіліктің ішіндегі ең бағуға жеңілді мал қазақ үшін. Сондықтан адам қазақ бұны ұстап, тәрбиелеп, өсіріп, және бұны көлік ретінде де мінген. Мына оталардың бәрін үйдегі балдар мініп, жаймен жетектеп осы қораның ішінде жүреді. Бұлар жарыңғы уақытта, бұлар тайлақ құнаншаға шыққаннан кейін, бұларды сол еркектерін кестіріп, мініс ретінде, күш ретінде осы мына қораның шаруаларын істеуге, ертеде сақпоздың уақытында шөп шабуға, және сол шөп тасуға, шашуға бәрін пайдаланған, қорадан қи шығаруға. Жалпы қазаққа керек нәрсе. Қазіргі уақытта жастарымыз бұндай нәрселерді бір соңғы үлгідегі дүние деп қабылдамасын деген ретте, қазақта осы Қазақстан өңірінде осындай жалпы еңбекпен ететін нәрсені қолға алып жатқанына елбасымыздан бастап халық шаруашылығындағы мынау төрағалардан жастарды соған баулуға біз өзімізше сол ел мүддесін көтеруде үлес қосып жатырмыз деп ойлаймыз. Мала ежелден тұрған түйеден алынатын шұбат халық арасында ежелден қадірленген. Бұның шұбаттың емдік қасиеті жоғары, ас қорыту, өкпе және асқазан ауруларына шипа. Шұбат бұл тек қана тағам емес, Шалқар халқының мәдениеті мен тұрмыс тіршілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Мынау Ақтөбе облысы Шалқар ауданында Шалқарға жақын жердегі түйе шаруашылығында біздің сүт және шұбат халықты керек жарағына қамтамасыз ету жөнінде істеліп жатқан шаруамыз. Осы арада 14 бас аналық түйе бар. 14 бас аналық түйенің 14 ботасы. Жаңа сауыннан ертеңгі сауын сауып шықты. Бір шелек бұл жерде жем жеп болып қалып тұр. Жемге үйренген бәрі жуас. Мынау нар менен ая түйенің арасына шыққан. Мынау қоспақ дейді. Өкпешінің арасы осындай. Сәл сызық болады. Мынау да сондай. Мынау ар жағындағы айыр бәрі осы жерде туып өскен жері болып қалды. Енді жалпы бұл түйенің қасиеті, түйе малдың төресі дейді ғой, төртіліктің ішіндегі ең жақсы, төзімді, қысқа төзімді, ыстыққа төзімді. Бұлар қыстың күні
өркештерінен кейде су болмағанда аштықта осы өркештерін жеп шығады. Осы қорегімен өздері. Қыста үй жүздеріне шамалы жабу жабамыз. Мына бір шағындау. Мысалы, мына бұтаға жабу жабуға болады. Міне. Мынау ішінде кіші қолдаулары осыларға жабу жабуға болады. Осылар жабумен шығады. Бүгін сіздің шаруа қожалығыңызбен таныстық, түйелеріңізбен таныстық. Енді сізге сұрақтар қоя кетсем, шпаттың негізі басқа сүт өнімдерінен қандай айырмашылығы бар? Несінен танымал? Жалпы шпат басқа тағамдарға қарағанда бұл ерекше. Бұл өте құнарлы, өте қуатты, көптеген ауруларға шипа, ем. Оны жаңағы шөптің өзі жусан шөптерімен түйе өзі қоректенеді. Негізінен жусан, жантақтың піскен уақытында, менің шұбаттың өзі дәмді болады дейді, жусанның да піскен уақытында. Соның барлығы меніңше сонысымен бөлек шығар деп ойлаймын. Шұбатты қалай дайындайсыз? Жолмен? Шұбатты жалпы түйені сауып келгеннен кейін сүті жылы болады, сүтін шамалы мұздатып, сүті суығаннан кейін ашып тұрған шұбатқа құямыз, сүзіп құямыз. Содан оны сапырып, қайта сапырғаннан кейін көпіріп, жақсы ашып абына келеді. Оны да түйе сауып келіп, бірден құя салуға да болмайды, ол уақытта жылылай тұрған сүт қышқылданып ірейді шұбат. Сондықтан жаңағыдай бір кішкене демін алдырып, барып ашса болады. Пісіріп ашытуға да болады, пісіріп, сосын суытып, сүтті. Ол да жақсы. Енді бізде уақыттың тапшылығына байланысты сауған бойдан суытып алып аштай береміз. Шұбатты қанша уақытқа дейін жылжымай тұрады? Шұбат жалпы 3-4 күнге дейін кетеді ғой, 4-5 күн. Оның жаңағы ашытқысын кішкене ғана құйып, қалған көбін сүтті қылса, ол ұзақ, мысалы осы жерден бізде Астана, Алматыға дейін алып кетеді. Жаңағыдай тұщы қылып береміз. Ал былай үйде тұрып не істесе, оны холодильникке саламыз. Қазірде бұрындары енді жертөлеге салып сақтаған ғой. Бірақ ұзақ сақтауға келмейді. Шұбат өте ұзаққа келмейді. Магазиннің сүттері ұқсап, жаңағы айлап тұра бермейді. Күніне неше мезгіл сауасыз, бір сауғанда қанша литр аласыз? Түйені негізі жазды күндері күніне 3-4 рет сауам. Жазды күндері ботасы кішкентай уақытта түйе ұзамайды, өздері келіп жүреді үйдің басына. Мына осы күз қыс уақыттарында 2 рет сауамыз. Таңда бір, сосын кешкісін сауамыз, болды. Қазір енді бір сауғанда бір түйеден 1 литр шығуы мүмкін, жарты литр шығуы мүмкін, 1,5 литр шығуы мүмкін, әртүрлі. 15-20 литрдей аламын бір сауғанда. Сонда кешкісін күннен бір әрі кетсе 35-40 литр шығуы мүмкін бір күнде. Жаңа айтып өттік қой, жоғарыда біз күнде негізі 14 түйе сауамыз, 14 түйе. Я Құдайым жарылқалдың қамет байдан, аман етшілдан есін тестір. Қандай береке берсін, оттыстар береке берсін, қандай жолың болсын, қыдырата жолдасын болсын. Барған жерінен алдыңғы орында абыройлы болып қайтқасын барған бәрекелі бақыт. Ал ендеше Аруна, біздер жаңа ынтымақ шаруа қожалығынан алып келген мынау сүт өніміміз, жылдай күйінде сақталған, түйеден сауылған ертеңгілік сүт өніміміз. Одан кейінгі мынау алып келген кішкене ғана ашытқымыз. Осы сүт өнімімізді мен дайын бөтелкеге құйған болатынмын. Енді тәжірибені өзімнің қолына беремін. Жақсы апай, ендеше осы түйенің сүтіне дайындаған ашытқымызды құйып тәжірибемізді жалғастырсақ. Бұл дайын болған өнімді 24 сағатқа жылы күйде қою керекпіз. Негізінен бұл дайын болған шұбаттың құрамындағы майлылық 3-8% құрайды. Көптеген минералдар бар, көптеген дәрумендер бар. Соның ішінде А, Б, С дәрумендері, кальций, калий, фосфор, мырыш зат алмасуға, адам ағзасындағы зат алмасу процесіне көмектесетін заттар бар. Жақсы. Бір тәулік 24 сағат өтті. Аруна, тәжірибеңіз қалай өтті? Бұл
дайын болған 24 сағаттың ішінде ашытылған шұбат. Мен Сәрсенова Аруна SA брендімен сіздерге осы дайын болған шұбатты ұсынамын. Экологиялық таза, денсаулыққа пайдасы көп өнім ретінде, менің өлкемнің символы ретінде маркетинг, сауда салаларында жұмыс жасау менің алдыма қойған мақсаттарымның бірі. Ендеше SA бренді ұсынатын тәжірибеден дайын болған шұбаттың дәм татыңыздар!